Шеңбер тоқу бірінші және екінші қатар. Дәл осылай қолымызға жіпті ораймыз. Бірінші ілмекті аламыз. Сұқ саусағымыздағы тұрған шеңберді осыны айналдыра жаңағы шеңбер жасаймыз. Ол үшін 3 ілмек аламыз. Міне 3 және де бір бос жіпті аламыз. Шеңберден өткіземіз де қайтадан жіптен алып екі ілмекті жіптен шығарып жібереміз. Дәл осылай 2 рет жасаймыз. Сонда бізде қатар пайда болады. Міне. Осындай ілмектен біз 12 қатар жасаймыз. Бұл бізде шеңбердің бірінші қатары. Міне, бізде 4 қатар аламыз. Шеңбердің бойынан өткіземіз. Басында бірінші және екінші қатарларды өткізгенде кішкене қиындық туындауы мүмкін. Жаңадан басталған тоқымашыларға кейіннен үйреніп кетесіздер. Қайта-қайтадан жаңағы сөгіп, қайтадан тоқудан ерінбеңіздер. Не осылай ілмек накидпен тоқи береміз. Шеңберіміз шығады, қазір көресіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болды бізде. 8. Бізге керек 12. Және соңғысы 12 қатар болды. Міне бізде алдыңғы бастапқыдағы ең бірінші кішкентай жіпті осылай қатты тартамыз. Сонда біздің шеңберіміз пайда болады. Қысқа жіпті жай жібере саламыз. Қатты тартып, және де ең бірінші біз бастаған кезде ауадан 3 ілмек алған болатынбыз. Сол 3 ілмектің үшіншісіне қосамыз. Осылай бірінші қатар пайда болды. Енді тағы да екінші қатар тоқу үшін ауадан 3 ілмек аламыз. Накидпен 1 ілмек. Дәл осылай. Тағы 1 ілмек. Біз екінші қатарды бірінші қатардағы аралықтарға тоқимыз. Былайша айтқанда, екінші қатарды біз чередовать етеміз. Яғни бірінші аралыққа 1 ілмек, екінші аралыққа 2. Екеуін тоқыдық. Енді мына аралыққа 1-еуін тоқитын боламыз. Келесіне 2. Мынау біріншісі. Және дәл сол аралыққа екіншісі. Біреу. Келесіне 2-еуін тоқимыз. Дәл осылай шеңбердегі барлық аралық аяқталғанша тоқимыз. Не үшін біз бір қатарды қосып жатырмыз? Себебі біз шеңберімізді үлкейтуіміз қажет. Осылай. Міне бірінші аралыққа 1-еу. Келесіне
екі қатар тоқимыз накидпен. Осылай. Екіншісі. Бұл бізде екінші қатар. Қолыңыз бір үйреніп кетсе, ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы тоқылудың нұсқаулығын үйреніп алсаңыз болды. Ойша өзіңіз тоқи бересіздер. Міне осылай. Екінші қатарымызда аяқталуға жақын. Екіншісі. Келесі аралыққа біреуін тоқимыз. Міне бізде соңғы аралық қалды. Соңғы аралықта ең бірінші екінші қатарды көтерген 3 ілмек бар ғой, ауадан алған. Сол 3 ілмекпен қоса саламыз, сонда ол да 2 болып шыға келеді. Міне осылай екінші қатарымыз аяқталды.